тақырыбымыз Toyota автокөлігінің тежеу жүйесінің колодкасын ауыстыру. Бізге керек құралдар 17-ші кілт және 14-ші кілт және де 21-ші кілт және де бізге колодка керек болады. Суппорттың торшының арналған құрылғы қажет болады. Бізде ең алдымен қауіпсіздік ережесі. Қауіпсіздік ережесіне бізде мынандай тіреуіштер қоямыз. Артқы балонда және де мынандай ағаш қоямыз. Шешетін дөңгелегіміздің диагоналында соның артына да тағы да тіреуіштер қоямыз. Ең бірінші біз дөңгелекті шешіп аламыз, босатып аламыз. Автокөліктің дөңгелегін шешіп алу үшін толықтай көтергішпен көлікті көтеріп аламыз. Міне біз көлікті көтеріп алдық, енді шешеміз. Көлігіміздің дөңгелегін алдық. Енді көлігіміз өз қауіпсіздігі үшін көлігіміздің астына дөңгелегіміз қоямыз. Колодкамызды шешіп алу үшін алдымен астыңғы бұрғыштан бастап босатып аламыз. Астын босатып, енді үстін кішкене босатамыз. Өз қауіпсіздігіміз үшін басымызды көліктің астына салмаймыз, аяғымызды былай қоймаймыз. Өз қауіпсіздігіміз үшін тек қана қолмен жұмыс істеуге тырысайық, басымызды салмаймыз көліктің астына. Міне бұрандақшымызды шешіп алдық, енді суппортымызды астыдан жоғары қарай көтереміз. Міне біз колодкамызды шығарып алдық. Колодкамыз уақыты келген, біткен. Енді міне біз өзінің мына жерде шектеуішінің уақытына келген, жеткен. Енді міне біз жаңа колодканы саламыз. Міне біз колодкамызды орнына қойдық. Енді қысқышпен поршнымызды қысып орнына келтіреміз. Міне қысқышымызбен суппорттың поршнын арақашықтығын ашамыз. Міне суппортымыздың поршны орнына келді. Енді суппортымызды жағамыз. Бірақ аламыз. Міне колодкамызды орнына салдық, суппорт бәрі орнында, енді дөңгелегімізді саламыз. Енді бұрандаларымызды қатайтып ораймыз. Бір-біріне қарама-қарсы. Бүгінгі жұмысымыз өз нәтижесінде бітті. Колодкаларымыз ауысты. Енді ауа қалқымас үшін тежегішімізді басып тексереміз.